Сәлем достар! Ең әуелі каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін киви туралы айтатын боламыз. Кивидің адам денсаулығына қандай пайдалары бар, және де адам ағзасына қандай зиян тигізетінін барлығын айтып шығамыз. Кивидің құрамында серотин көп болады. Киви жемісінде серотиннің өте көп болуы жемістің ас қорыту және жүрек тамыр жүйесінің өте пайдалы. Серотин есте сақтау қабілетін, көңіл-күйді жақсартады, ақпарат қабылдауды ынталандырады, тәбетті қалыпқа келтіреді. Сонымен қатар серотинді тез және ұйқыны сапалы және сандық түрде жақсартады. Кивидің құрамында магний мен калий де бар. Таңғы аста бір киви жеу қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді. Сонымен қатар кивидің тұтынғанда жанама зәрлер болмайды және ол әлдеқайда пайдалы. Киви тыныс алу үшін де пайдалы. Зерттеулердің көрсеткендей кивидің құрамында С витамині болғандықтан ол тыныс органдарын ауыртпалықты жеңілдетеді, қырылдауды, жөтелден, демігуден арылтады. Киви көру қабілетін де жақсартады. Кивидің құрамында басқаға болмайтын көру қабілетіне жол бермейтін фитохимиялық лютеин бар. Лютеин сондай-ақ көзіміздің еркін радикалдарын зиянды әсерлерінен қорғайды. Адам ағзасы лютеинді өздігінен синтездей алмайды, сондықтан оны тек тағаммен ғана аламыз. Сондай-ақ кивидің құрамында зиоксизант бар. Ол заттың жетіспеушілігін көру қабілетіне кері әсер етеді. Кивиді өз денсаулығы мен сымбаттылығына назар аудартатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінде қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті талшықтарға өте бай. Сонымен қатар киви жүкті әйелдер үшін де қажетті жеміс түрі болып саналады. Оның құрамында жатырдағы қан жасушаларын өндіруге қажетті фолий қышқылдары өте көп. Бұл экзотикалық жеміс еркектерге де пайдалы. Кивидегі амин қышқылдары аргинин импотенцияны емдеу және алдын алуда қолданады. Орта пішінді екі киви С витаминінің тәуліктік нормасы 230%-ға өтеді. Бұнда апельсинге қарағанда дәруменнің мөлшері 2 есе көп. С витамині иммундық жүйені ынталандырады, стресске және жасқа байланысты проценттерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витамині темірдің жақсы сіңуіне және жаралардың жылдам жазылуына ықпал етеді. Сондай-ақ киви құрамында холестеринді төмендететін, адамның иммунитетін нығайтатын әлеуетті антиоксидантты Е дәруменді бірегей майсыз формасы бар. Кивидің қандай зияны бар дейсіз бе? Кивидің зияны туралы айтатын болсақ, ол кейбір адамдардың киви аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Көп жағдайда кивидің тым көп мөлшерде жейтін адамдардың денесі түршігуі және аллергиялық әртүрлі түрлері дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, ол жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге, ал кейбір жағдайларда анафилаксия әсер келуге мүмкін. Сондай-ақ ісінуден бөлек кивидің көп мөлшерде тұтыну демікпе, бөртпе, терінің қызаруы және ауыз қуысының шырышты қабығының тітіркенуіне әкелуі мүмкін. Кейде кивидің шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромын дамытады. Ондай жағдайда адамның ерні, тілі мен шырышты қабаты ісініп, аузындағы ауырсыну және қышу сезімі пайда болады. Нәзік жандылар үшін де кивидің емдік қасиеті бар. Ол шаштың ерте ағаруын сақтап, ағзадағы артық салмақтан арылуға көмектеседі. Қыжылдан құтылу үшін де бір кивиді жеу керек. Ересек адамдарға кивиді қан қысымы және ағзадағы холестерин көлемін азайту үшін де жеуге болады. Сондай-ақ кивидің құрамында иммунитетті нығайтатын С дәрумені баршылық. Достар, менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, ой-пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын.